Маса жаздың кезекті жағымсыз жақтарының бірі. Масаның шағуы біреулерге байқалмайтын болса, басқаларды жараға айналып мазалайды. Маса шағып алғанда не істеу керек? Достар, алдымен каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Себебі келесі шығатын қызықты әрі пайдалы ақпаратты жіберіп алмайтын боласыздар. Масалардың тек ұрғашылары ғана жануарлар мен адамдарды шағады екен. Ер масалар гүлдің шәрбатымен қоректенеді, ал ұрғашы масаларға қан тұқым қалдыруы үшін қажет. Масалар өзінің құрбанын қимылдар, денесі бөлетін жылу мен иісі бойынша іздеп анықтайды. Адам не жануардың терісіне қонғаннан кейін ол қан ағатын кішкентай капиллярлар іздей бастайды. Тапқаннан кейін маса шағып 30 секунд 1 минут аралығында қан сорады. Маса бірінші болып қандай адамды шағатыны анықталды. Маса біріншіден адам тыныс алған ауаға қарап оларды іздеп табады екен. Жүкті әйелдер тыныс алған кезде көмірқышқыл газын өзгелерден артық бөледі екен. Сондықтан маса адамдар арасындағы аяғы ауыр әйелді бірінші болып шағады. Таза ауада терлеп жүгіргеннен кейін маса атаулы сізді шағуға құмар болады. Себебі маса сіздің денеңізден бөлінетін сүт қышқылына құмар. Мамандар адам денесін қыздыра түсетін ішімдіктерден кейін маса атаулының құрбанына айналарыңызды ескертеді. Ғылыми зерттеудің нәтижесіне қарасақ, масалардың 83% қаны бірінші топтағы адамдарды шағады екен. Қаны екінші топтағы адамдарды масалар сирек шағады екен. Неліктен маса шаққан жер қышиды? Маса шаққан кезде қаныңызға аздаған сұйықтығын енгізеді. Бұл масаның тамақтануы кезінде қан ағымын сақтауға көмектеседі. Сіздің иммундық жүйеңіз масаның сілекейіндегі химиялық заттарға реакция береді. Қызару, ісіну және қышу содан болады. Және ең бастысы маса шаққан жерді қасымаған дұрыс. Қасу шаққан жердегі ісінуді одан сайын күшейтеді әрі теріні зақымдауы ықтимал. Оның орнына теріге салқын зат басуға кеңес береміз. Бұл терінің ісінуі мен қышуына қарсы әсер етеді. Маса шағып мазаласа, денеңізді бананның қабығымен сүртіңіз. Осы кезде бананды қабығынан сылып алып, маса шаққан жерді ысқылайсыз. Іскені басылып, қышығаны тоқтайды. Тағы бір ең жеңіл тәсіл сілекей. Маса негізінен шырт ұйқыда жатқанда шағады. Ол кезде орныңыздан тұрып, мазь, крем алып жағуға ұйқыны қимайтыныңыз анық. Дереу сілекейіңізді жағыңыз. Гигиенаға сай келмесе де қышығаны басылып, ұйқыңыз тыныш болады. Оған қоса, үй жағдайында түрлі ем жасауға болады. Атап айтқанда, тіс пастасы. Мейлінше құрамында ментол бар пастаны қолданғаныңыз дұрыс. Маса шаққан жерге пастаны жағып қойсаңыз, денеңіз қышымайды, әрі бүртпейді. Ас содасы. 1 шай қасық соданы 1 ас қасық сумен араластырасыз. Дайын болған ботқаны маса шаққан жерге жағып 15-20 минут жатасыз. Фурацилин. 2-ден 1 стакан суға 1 дана фурацилин таблеткасын ертесіз. Дайын болған ертіндіге 3-4 қабатталған дәкені малып алып, маса шаққан жерге танасыз. Осы емді 2-3 рет қайталасаңыз, денеңізде ізі де қалмайды. Спирт. 1 ас қасық спиртті 3 ас қасық сумен араластырып, маса шаққан жерге компресс жасайсыз. 10-15 минуттан соң емді тағы да қайталасаңыз болады. Пияз. Қабығынан ашылған пиязды жіңішке етіп, дөңгелектеп тураңыз. Оны маса шаққан жерге қойсаңыз, қышығаны басылып, ісінуге жол бермейді. Мұз. Маса шаққан жерге мұздың да тигізер көмегі орасан. Ол үшін мұздатқыштағы кез келген тұзды алып, маса шаққан жерді сүртесіз. Жаңадан сығылған лимон немесе апельсин шырыны да маса шаққан жерге ем болады. Сарымсақ немесе қызанақтың тілігі де дененің бөртуіне тоқтау болып, қышығаны басылады. Балдың да масаға қарсы күресетін қасиеті бар. Ол үшін маса шаққан жерге жұқа етіп бал жағып 15 минуттай жатасыз. 1 реттік қалташадағы шайды қайнаған суға салып алып, салқындаған кезде жарақатыңызға тансаңыз, керемет нәтижеге куә боласыз. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Видеоңызды жақындарыңызбен бөлісе отырып, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.